Сәлем достар, сіздермен бірге Еңлік Қайратқызы. Осы сабақта біз қара жорға атты әнді өтеміз. Сіздерге тартып берейін. Біз домбыраның мойнының төртінші пернесін тауып алуымыз керек. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші. Осы төртінші пернеден бастаймыз. Төртінші пернеге біз төртінші саусақпен басамыз. Ал оң қолымызда төмен және жоғары қағысты қағамыз. Келесі екінші пернені басамыз. Бірінші саусақпен. Қайтадан төртінші пернеге ораламыз. Енді ешбір пернені баспай, ашық қана қағып өтеміз. Ары қарай екінші пернеге басамыз. Төртінші пернеге басамыз. Екінші пернеге бірінші саусаққа ораламыз. Так, төртінші перне. 1, 2, 3, 4. Оны сұқ саусақпен, бірінші саусақпен басамыз. Енді жетінші пернені тауып аламыз. 4, 5, 6, 7. Қайтадан төртінші пернеге ораламыз. Ашық. Екінші пернеге ораламыз да төртінші пернені басамыз. Осыны қайталай берсек, қара жорғаны үйреніп аламыз.